Сарайшық Қазақ даласындағы ең тарихи көне орындардың бірі болып саналады. Бұл жерге кезінде ұлы жүз, орта жүз, кіші жүз толықтай мойындаған 12 әулие жерленген дейді. Сондықтан да бұл араны Атырау облысындағы әулиелі қасиет жер деп жазып жүргендер осыған байланысты айтылған. Кезінде Сарайшықта 100-ден астам хан хандық құрған. Мына 17 метр биіктікте қойылып тұрған ескерткіш сол хандардың да рухын кейінгі ұрпаққа жеткізейік деген мақсатта қойылған ескерткіш. Ал бұның проектісін цифр архитектурасын дайындап, осы комплексті түгелдей салуға спонсорлық көмек ұйымдастырған сол кездегі облыстың әкімі Иманғали Тасмағамбетовтің өзі. Құрылыс 99 жылы 2 майда басталды, 2 сентябрьде аяқтадық, 4 айда осы комплекс салынып бітті, ашылу құрметіне елбасшысының өзі келді. Сарайшықтың жерінде 7 ханның сүйегі жатыр, 1 ханның басы жатыр. Мына 7 құлпытас сол 7 ханға қойылған құлпытас. Мөңке Темір, Тоқтағу, Жәнібек дейтіндер бұлар үшеуі де Алтын Орданың хандары. Моңғолдар Жошыдан тараған ұрпақтар, яғни Шыңғысханның бірінші баласынан тараған ұрпақтар. Астына қойып тұрған цифрларым хандық құрған жылдары. Алтын Орда ыдыраған кезде Сарайшықта Ноғай ханды құрылған. Әмір-Оқас Ноғай қай жылы хан болғандығын таба алмадым. 1447 жылы хандықтан кеткен Ноғайдың атақты батыры Едігенің туған немересі. Ал Қасым хан Қазақ, бұгісі Әз Жәнібек ханның баласы. Бұгісі 1511-ден 18 жылға дейін хандық құрған, шамамен 1513 жылдары Қасым хан Сарайшықты Қазақ хандығының астанасы деп жариялаған. Ол кезде қаланың ұзындығы 10 километрге, ені 8 километрге дейін созылған. Жалпы Қасым ханға қарайтын халықтың саны миллионнан асқан, армиясы 100 мыңға дейін жеткен. Қазақты қазақ етіп, басқа ұлттармен ұлт ретінде теңестіріп, мемлекет ретінде қазақты басқа елдерге мойындатқан бұл Қасым хан. Сондықтан да тарихта бүгісі Қасым ханның қасқа жол дейтін атақпен қалған адам. Шейх Мамай бұл Қасым ханға күйеу бола Әмір-Оқастың туған немересі. Ең соңғы жерленген хан Жүсіп. Жүсіп өзі мұсылман дінін қабылдаған, ал інісі Исмайыл орыстардың дінін қабылдаған. Жүсіп орыстармен болған шайқаста қайтыс болған. Жүсіп өлгесін бұлардың тұқымы түгелдей орыстардың дінін қабылдап кеткен. Ана орыстарда династия Юсуповый, князь граф Юсуповтар дейтін бар. Кезінде патша Распутинді өлтіреді. Соның арғаталар мына Жүсіптен кеткендер, Юсупов болып жүргендер солар, Исмайылдан кеткендер Измайлов болып жүргендер солар. Москваға барып атсаңдар, соборы Измайловық дейтін бар, Петербургқа барып атсаңдар, соборы Юсуповық дейтін бар. Соның кіребесінде биыл 11 жыл үлкен таблица тұр. Юсуповой, бывшие Жүсуповой по национальности татары, которые первым стали ханствовать в старинном городе Сарайшық, такие года деп цифрды қойып, по поправкам учетовый деп менің фамилияммен түзетіп енгізіп қойған жаңағы. Енді келген қонақтардың көбінің сұрайтыны, ағай сонда 7 ханның сүйегі осы моланың астында бар ма? Болса қалай таптыңыз? Ол сүйектерді мұнараға көшіру үшін олардың тұқымдарынан ұлықсат алу керек қой, олардың тұқымдарын қайдан таптың деп сұрайтындары бар. Бұның астында ешқандай сүйек жоқ. Бұл тек моланың бейнесін көрсеткенде Сарайшықтың әр жерінен әкеліп топырақ салған. Қазірше предварительно біреуін тауып жүрміз, ол Қасым хандікі. Осы өткен жылы 550 жылдыққа байланысты мұнарадан үлкен ескерткіш салдырам деп едім, бірақ ол ойым сөзім өтпеді. Ал мынау атақ әлемге жайылып тұрған Сарайшықтағы әулие ағаш дейтін осы. Бұны естіп те жүрген боларсыңдар. Бұл жөнінде бірнеше рет жазылып та жатыр. Бұны әулие ағаш дейтін себебі осы құрылыс жүріп жатқанда біздің ауылымызда үлкен қайғылы жағдай болды. Бір жазда 12 адам асылып өлді. Алды 40-тарға барған, арты 17-18-дегі балдар болды. Сол кезде мына тас мәселесімен Маңғыстауға барып жатқанымда пойыздың үстінде бір үлкен қартқа тап болдым. Халықтың көз жасының тыйылуына себепші болған бұлар, екеуміз Маңғышлақтан Бейнеуге дейін бір көпеде келдік. 90-ның екеуіне келген қарт екен, балдары отырғыз жіберген, аға Бейнеуден түсіріп алады, барғанша қарап баршы деп. Шайын беріп, жайлап күтіп қатыр едім, 92-де болған мен пысық.
Анда-санда соткымен мынаны бүйтіңдер, мынаны сөйтіңдер деп сөйлеп батыр едім. Ей, шырағым, мылжыңының бәрі тарих қой, бұ не қылған адамсың деп сөйдеді жаңағы. Солай Сарайшық дейтін елді мекенде тұрам. Батыста ең бірінші мешітті Берке хан Сарайшықта салдырған екен. Соны халықтың көз алдына елестетейін деп мешіт салдырып жүрім. Қандар жатқан жерге, әулиелер жатқан жерге неге қандар жатпайды деп әкеліп жерлеген екен. Кезінде ата-бабамыз аруағын сыйласа, біздер неге оларды осы уақытқа дейін топырақтың астына ескертусіз қалдыра берем деп ескерткіш салдырып жүрім. Бұрмаланып кеткен қазақтың тарихы құрттай да болса кейінгі ұрпаққа дағдылы түрде жеткізуге үлесімді қосайыншы деп музей аштырып жүрім деп едім. Шырағым, жақсы жұмыс жасатып жүр екенсің, бірақ есесіне еліңде қайғылы жағдай болып жатыр ғой деп сөйдеді жаңағы. Аға, елде берекет жоқ, 11 адам асылы өл. Таңертең тұрғанда, бір жаққа кетіп қайтып батқанда кімнің шарбағында зар болып жатыр деп қорқып келататын болдық дедім. Кішкене отырып шайын қойды да бетін сипап, шыдайсың ғой, алдыңда тағы бар деді. Мен кесем 12-ші жасылған екен жаңағы. Бейнеуге жақындағанда айтты, халқың бір қасиетті орманды өсіріп, рақатын көріпсіңдер, сол орманның аты мен атақтарыңды әлемге жайыпсыңдар. Сол орманды жазықсыздан жазықсыз өздерің жойыпсыңдар. Халық рақатын көрген заттың есі болады, соның есі есесін алып отыр деп сөйледі. Бұлар әуелде опытное поле деп атады. Ауылдың екі шетінде 82 гектардан астам жерде алма сатып болды. Бүкіл Атырауды алмамен қамтамасыз етіп тұрған осы ауыл еді. Ана 90-шы жылы жекешелендіру дейтін пәлекет басталғанда, бірінен бірі қызғанып жүргенде сат жайына қалды, қурағасын жұрт апарып отқа жақты жаңағы. Сөйлеп айтып едім, шырағым, несін айтасың, оны мен көріп отырған адаммын ғой деді. Сен соның ем көне ағашын осы жұмысыңның басына апарып қой, халық өткен өмірін көз алдына елестетер, сонда әруақтардан кешірім болар, онан басқа мынаның 7 жылға созылатын түрі бар. Алдымнан 7-дің өсі асып келатыр деді. Сол қарттың айтуымен әкеліп қойылған алмағаш, қалай ағаш қойылды, солай ағашсыз өлу кілт тоқталды. Сондықтан жұрттың әулие ағаш дейтіндігі содан. Ағаш өсімге дейін қасиетін жойған жоқ. Шамамен 11-12 адамдай болып қалып, құтырып көтеріліп ауырған, доғдырдан доғдыр, бақсыдан бақсы қалдырмаған, бірақ ешқандай да пайда болмаған. Екеуі екі реттен түнеді, үшеуінің аяқ қолын байлап әкеліп түнетті, таңертең тұрғанда адам қатарына қосылып кетіп жатыр. 7 әйел 35-ке келгенше ұрпақ көтермеген, осында келіп түнегеннен кейін сәбилі болып, балдарының аттарын әкеліп бізге қойғызып кетіп жатыр жаңағы. Көз тиген, сөзге шатыр берген, жұмысы жүрмей жүргендердің келіп атқан есебі жоқ. Осыдан 4 жыл бұрын Ақтөбеден бір 17-ге келген қызалақ баланы алып келіп. 9 жасында көз кеткен, одан кейін құлақ кеткен, одан кейін тіл кеткен. Шешесі жылап тұр. Құдай өзі жалғыз қылып берді, оны мынандай қор қылып берді. Апармаған жеріміз жоқ, қаратпаған еліміз жоқ. Жақын арада Японияға дейін апарып келдім, бірақ көктер пайда жоқ дейді. Біреулер айтқасын әкеліп тұрым деп 19 декабрь күні әкеліп тұр. Күн суық, қар жауып тұр. Мына үйлеріңді үстерінде киімдері жеңіл, түнеуге рұқсат ете алмаймыз деп едім. Шешесі жылады. Аға, бір қамқорлық көрсетсеңіз, сіздің де ұрпағыңыз бар ғой деп. Не қамқорлық көрсетейін? Мен кабинетімді ашып беріп кетейін, бірақ осының қасына түнемегесін, одан пайда болмайды ғой дедім. Онда біз үсіп өлсек те осы арада отырамыз деп отырып қалып қойды. Қорыққаннан ондардың шамасында киіз әкеліп бердім жаңағы. Оранып отырыңдар деді. 11-лердің шамасында келінім мен балам шыдай алмай екеуіне 2 тонна әкеліп берді. Таңертең ерте келдім. Ояу не тоңдық, бірақ аяғым сүзілмен де тоңып дегесін үйге алып бардым. Үйге алып барып едім, үйге барғаннан бастап қызда бөлектігі жеңе пайда бола бастапты. Кішкене отырғаннан кейін, деп бірдемелерді көрсеткендей болып, тіпті менің үйдегі жұмыс кабинетіме қарай барып, шай қойып жүрген келіннің қабінің қасына жақындағанда мамасы айтты дейді. Мынада бөлек қозғалыс бар деп. 10:30-да қайтып кетті. Аға, шайымыз іштік, жылындық, машинамыз Атыраудан шықты. Енді ағашты соңғы рет болса ұстап кетейікші деп ағашты ұстап тұрғанда қызы жайлап қана, мама, ағашты ұстай берсем қайтеді деді. Шешесі шошып кетті, неғыл дейді, құрсын мынау бірдеме деп мұңқылдап тұр ғой дегенде, ағашты ұстай бергің бет тұр деп қайталады. Анастай қайды басты, Құдай бар екенсің ғой, сенің де назарың бізге жауатын күн бар екен ғой деп.
Шығып кетіп баратқанда шешесінің қолтығынан ұстап жатқан қыз қолын қоя беріп, қайда барасың Гүлжан жан, енді құлайсың ғой дегенде, мама айқайламашы, көзім көріп жатыр, құлағым естіп жатыр деді. Осы арада көзі көріп, құлағы естіп, тілі шығып, адам қатарына қосылып кетті. Қазір менімен екінің бірінде сөйлеседі. Әке дейді мені өсігіні. Қазір Назарбаев атындағы университеттің ымдап оқытатын факультетінің 4-ші курсын аяқтап жатыр. Өткен жылы Астанада 15 күндей болғам, сонда мұғалімдердің бәріне өзім барып тапсырып кеттім жаңағы. Ал ағаш сондай ағаш, келе жатқанда Иманғали Нұрекең айтқан ғой, сондай бір ағаш бар деп. Вертолеттен түсті де бірден халықпен амандасып, бірден ағашқа келіп, халқым кешірім сұрайым, көздерін көрмесек те, қолдарын ұстамасақ та, халқының қамын ойлап әулие дейтін атаққа жеткендер ғой, ондашы бұлардың алдында қай-қайсымызда басымыз дейміз ғой деп келіп орамалын байлады. Содан бастап орамал байлау, ақша байлау дейтін дағды. Бірақ біз екінің бірінде айтып атамыз. Арнап шыққан таза шүберегің болса, орамалың болса байла. Ал әлі көзің сүртіп, қолың сүртіп жүрген ол болмайтын болар. Ақшаңды байлама. Іште тұрған жәшігі бар, салғын келсе сал, салғын келмейм өз еркіндегі затың. Мынаған байлама дейтінбіз, мына машинаның тұрғанын көріп, әр жерде сығалап қарап отқандар бар қазір. Біз ішке кіріп шыққанша келіп алады да араққа темекке жұмсайды. Ол мына байлаған кісіге зиян тиеді дейді. Ал мынадан сұрақтарың болса жауап берейін. Атыңыз кім аға? Атым Молдаш, фамилиям Бердімұрат дейтін. Ағашты айналып өтіңдер, сіздің білерді ұстайсыңдар. Бұл жақтан айналасың. Сұрақтар болып жатса қоясыңдар ғой.